Сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. How are you? I'm fine. And you? Oh, thank you so much. I'm fine. Okay. Жарайды, балар, сабағымызды бастайық. Балар, біз кеше сіздермен қандай тақырып өттік? Қандай тақырып өттік біз сіздермен кеше? Так. Гүлдана. Айтқан не айтты? Табы, иә? Сосын? Ja, дұрыс айтасыздар. Біз кеше сіздермен санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуды өткен болатынбыз, осы тақырыпты өткен болатынбыз, иә? Енді балар, бүгінгі күнімізге, бүгінгі сабағымызға мақсат құрып алайық. Иә? Бүгін біз не істейміз? Айта беріңіз, не істейміз? Ережелер қайталаймыз. Жақсы, өте тамаша, ереже қайталау керек. Үй жұмысын тексереміз. Жақсы, үй жұмысын тексереміз. Күрделі есептер шығарамыз. Иә, шығару керек сосын. Тағы қандай? Қандай есептер? Санның бөлігіне байланысты есептер шығарамыз. Иә. Аха. Бөлігі бойынша есеп Санды табуға, иә? Санды табуға есептер шығарамыз. Жақсы, жақсы, өте тамаша. Жақсы, мұнда бүгінгі сабағымыздың мақсатын таныстырып кетейін. Так. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу тақырыбын бекіту болып табылады. Орысшасы нахождение части числа и числа по его части, және ағылшынша finding a fraction from number and number on its fraction. Жақсы. Енді сабағымыздың мақсаты әрине де осы санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табу бойынша есептер шығару. Сонымен қатар бүгін біз есептер құрастырамыз, шығармашылық есептер шығарамыз. Жақсы ма? Ең алдымен үй жұмысын тексеріп алайық. Ол үшін ұялы телефондарымызға, ұялы телефонымыздағы Learning Apps бағдарламасына кірейік. Өзіміздің логин парольдарымыз білеміз ғой, күнделікті. Логин парольдарымызға кіреміз. Ішінде үй жұмысы деген бар. Қады бәріміз кірейік. Кірдік па? Иә. Жақсы. Қаны бәріміз үй жұмысында шыққан санды жаңа ұяшықтарға, берілген ұяшықтарға жазайық. Үй жұмысында қандай мән шықты сіздерде, соны ұяшықтарға жазыңыздар. Қаны? Жаздық па, болған балалар өзінің белгісін берсін, болғандығы туралы. Жақсы. 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 Тексердіңіздер ма? Жақсы. Тексеруді басыңыздар. Мен статистиканы көремін қазір, барлықтарыңыздың жауаптарыңызды көремін. Басыңыздар ма балар? Кім болған жоқ, қол көтерші. Тездетеміз, жауабын жазамыз. Жазған жоқсың ба? Үй жұмысы дәптеріндегі шыққан мәнді